Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Бүгін асқабақтан крем сорпа дайындаймыз. Өте нәзік болып шығады, дәмі де өте дәмді. Асқабақты жақсы көретіндерге арналған сорпа. Ол үшін бізге бір сәбіз қажет болады, бір пияз және екі тісше сарымсақ, картоп қажет болады және тазаланған асқабақ қажет болады. Ең алдымен біз пиязымызды осылай төрт бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Келесі кезекте сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Бізге екі тісше сарымсақ қажет болады. Дәл осылай бейнеде көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Дайын болғаннан кейін енді қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Қызғаннан кейін сарымсақ пенен пиязымызды екеуін бірге саламыз. Қызып тұрған майға жақсылап қуыратын боламыз қызарғанша. Бір араластырып аламыз. Енді сәбізімізбенен картопымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Бізде дайын болды, турап болдық. Енді қуырылып жатқан пиязымызды жақсылап тағы да бір араластырып алып, енді асқабақтарымызды турайтын боламыз. Осылай төрт бұрышты етіп, барлығын кішкентай етіп турап аламыз. Асқабағымызды турап болғаннан кейін енді жуамызды қараймыз. Қызарып осылай қуырылу керек және үстіне картопымыз бен сәбізімізді салып тағы да араластырып 3 минут көлемінде қуыратын боламыз жақсылап. Содан кейін қуырылғаннан кейін 3 минут уақыт өткеннен кейін үстіне асқабағымызды саламыз. Оны да осылай 3-4 минут көлемінде қуырып аламыз. Үстіне татымына қарай тұз саламыз және тағы да бір араластырып аламыз. Асқабағымыз кішкене қуырғаннан кейін үстіне салқын су құямыз. Суды өте көп құйып жібермейміз, кішкене құйсақта жеткілікті. Осылай кішкене асырып, себебі өте сұйық болып кетуі мүмкін. Енді сарқылдап қайнағанша оттың асын қатты ашып қойып, осылай қақпағын жауып қойып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін қыздар оттың асын бұқтырамыз да қақпағын жауып 30 минут көлемінде піскенше қайнататын боламыз. Міне қыздар, бізде уақыт өтті 30 минут. Енді қараймыз, піскен-піспегенін қарап аламыз. Содан кейін блендердің көмегімен немесе осындай шанышқының көмегімен енді піскен асқабақтарымызды, картопымызды барлығын осылай жақсылап езіп аламыз. Оттың асты жай отта тұр. Блендер болса, блендерменен осылай езіп алсаңыздар болады. Ешқандай түйіршіктері қалмай езілетін болады. Жоқ болса, осылай сүзгінің көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Үстіне енді сливки құятын боламыз. 10%-тік, 20%-тік құйсаңыздар да болады. Осы күйінде енді 2 минуттай сарқылдатып, отта бір қайнатып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін өз түсіне келетін болады. 2 минут араластырып қайнатып алып, оттың астын сөндіреміз. Міне қыздар, біздің асқабақтан жасалынған сорпамыз дайын болды. Асқабақты жақсы көретіндер үшін арналған сорпа бұл. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Сонымен қатар достар, менің осы видеомның астында басқа да рецепт түрлерін көре аласыздар. Осындай қытырлап баклажаннан жасалған салат түрлері және лақым-күні жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және тағам түрлерін жасап көріңіздер. Соның ішінде өте дәмді болып шығатын жаппасай және пирогтардың рецепттерін ұсынатын боламын.